Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде әдебиет сабағы. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы Мақсұт поэмасы. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжетті композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ құндылықтарды анықтау. Сабақ мақсаттары: Абай Құнанбайұлының Мақсұт поэмасына сюжеттік композициялық талдау жасай отырып, идеялық мазмұнын ашу, талдау. Иван Сергеевич Тургеневтің шығыс аңызы әңгімесі мен Мақсұт поэмасындағы үндестікті, ортақ құндылықты анықтау. Олай болса, өткен сабақты біз ой шақыру әдісі арқылы еске түсіріп алайық. Мақсұт поэмасы қай жылы жазылды? Поэма қанша шумақтан, тармақтан тұрады? Қандай ұйқаспен жазылған? Түсіндірейік. Жақсы. Бүгінгі сабақта біз өзіміздің сөздік қорымызға мынадай сөздер қосатын боламыз. Топа топтан. Қалай болса солай, тектен тек, бұстан бұсқа. Қызық. Ел аралап жүретін адам денелі әулие. Адамға бақыт, дәулет беруші. Халифа. Орта ғасырларда мұсылман дініндегі елдердің діні мен үкіметін бір өзі басқарып отырған мемлекет билеушісінің құрметті атағы лауазымы. Шығыш бұзған. Мұнда тыныштығын, берекесін кетірген деген мағынада тұр. Ғафыр. Арманда болып, опық сілеу. Аян беру. Адамның ұйықтап жатып, түс кезінде оны не күтіп тұрғанын бейтаныс денелердің тікелей немесе әртүрлі ишараттар арқылы сездіруі. Бүгінгі сабақта осындай жаңа сөздермен танысамыз. Келесі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: поэма сюжетіне талдау жасаймыз. Жалпы сюжет дегеніміздің өзі оқиғалар тізбегі. Олай болса, Мақсұт кім? Мақсұт кімді кездестірді? Мақсұттың шалды құтқарып қалуынан оның қандай қасиеттері байқадыңдар? Қария қандай сыйлық жасады? Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді, өз ойын жүйелі жеткізеді. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі бізде екінші тапсырма. Поэманы композициялық құрылымына талдау жасау, идеялық мазмұнын ашу. Яғни біз бұл тапсырманы хикаят картасы әдісі бойынша орындайтын боламыз. Дескриптор оқиғаның басталуын, байланысын, дамуын, шиеленісін, шарықтау шегін, шешімін табады. Осы кестеге хикаят картасына композициялық құрылымын талдаймыз, түсіретін боламыз. Жарайсыңдар балалар. Мақсұт поэмасындағы ақынның негізгі ойы қандай? Өз ойларында 2-3 сөйлеммен ауызша жеткізесіңдер. Келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма: ұқсастық пен даралық әдісі. Сендер білесіңдер, Абай Құнанбайұлы ұлы ақын жас кезінде шығыс ойшылдарының шығармаларын көп оқыған. Соның нәтижесі болар, өсе келе ұлғайған шағында Мақсұт поэмасын жазады. Сонымен қатар орыс жазушысы Иван Сергеевич Тургенев те осы шығыс ойшылдарына еліктеп шығыс аңыз әңгімесін жазды. Осы екі шығарманың даралығы мен ұқсастығын ажырататын боламыз. Олай болса, біз мына дескрипторды басшылыққа аламыз. Шығармаларды салыстырады, өз ойларын жеткізеді, даралығын және ұқсастығын табады. Тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма: мәңгілік ел ата-бабамыздың сан мыңдаған жылдар бойғы аңсаған асыл арманы. Олай болса, мына сұрақтарға жауап береміз. Абай шығармасының мәңгілік ел идеясына қатысы бар ма? Қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ құндылықтар туралы не айтасыңдар? Қазіргі кездегі құндылық туралы не айтасыңдар? Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді, өз ойын жеткізеді. Келесі бізде соңғы тапсырма, төртінші тапсырма. Шығарманы оқығаннан кейін менде қалыптасқан ұстаным. Дескрипторды басшылыққа аламыз, ойымызды жинақтайды, өз ойын еркін білдіреді. Яғни өз ойларында 5-6 сөйлеммен жазып шығасыңдар.
Біздің сабағымызда өз мәліметіміз жетті. Кері байланысты мен бүкіл бір тілектеген айтып алмақшы болып отырмын. Яғни осы сабақта өздерінің бір тілектерінде және екі ұнаған нәрсені жазасыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.